Ay kolum. Ne titip oldu? Ügeyin arayın şidap keldim boyum. Aşırı batırmam. Kettim çok koyayım şu askın ve turmanda. Әпке! Әпке! Әпкем жүрді ма? Қолын сүйіп жүргенде сиырасың? Я, әпкем қолын сүйіп жүреді, үнемі бар қана қолына боқ жағылып қалған кезде. Кетіп қалып көркелен сән істеп отырған. Үй сасып кетті, е? Үй төлесе өрен сән. Şarf yapsın bana oğlum şey. Gel bak gel bak buradan. Niye onu sen? Hep yana koluna niye olgan? Niye şarvan var? Hep yana kolunda reset var kız ne mama videosuna kızana baytan. Karta bileyim mi size varanı? Mama baytan sen kuşuyu kanıp geldin. Aman şey reset var kutu kanıp var mı? Keçi var. Niye şarvan var? Niye size? Şar. Çapmayın kız mama videosuna kız. Mama aytam kız. Videosuna kızana kuşu diye kanı var. Çoğal şey. Hep yana aslında kızışı seni iyi. Kolunu şaltı seçiyorsun. Lan ayrılasın. Kolunu kızı. Если Джакша не спатими. Басма тур. Ты жоғалшы дедім. Әпкені қолың бетімесі ше қолыңды кесіп тастайын. Мен оған айырыласың сосын. Кет шара. Басымда. Ера, әпкеме не болған? Жын тоқсап бар ғой маған. Айқайлап жатыр ғой. Оны өзінше айқайламайды ғой мен. Сразу басымды ұрып бытышын шығарады ғой. Басын жақ тастайды ғой. Значит, соған бәресе болған бар ғой. Қолын тістеп алған ғой дейін. Біздің көршінің құтырған ит тістеп алды ау. Гарантия берем бар ғой, ол кәдімгідей. Мен сабаққа барғанда ше жүгіреді ғой. Ау деп жүгіреді ғой. Бірақ бар ғой, көршіде только ешек бар ғой. Ешегіне ит сияқты өріп жүр. Шынды ма не бөле? Ера! Ера! Қазір бар ғой, әпкеме ше біресе болып қалсам ше ғой. Әпкемді ше зомби тістеп алса не болады? Ay basam. Islıktап kеттім ба не böyle. Кофтаны шеше салайыншы. Шынымен, әпкемді зомби тістеп алған шығар өшін. Сен қазір ше зомби көретін болсаң не істейсің айтшы ал? Тоқтатасың ба былай? Осылай тоқтатасың ба? Ера мынау не жындысың ба? Факел көрсетіп тұрған не жынды? Зомби сені қуалайды ғой, факел көрсетіп тұрған не? Мына қолың жарамайды, ары қолың көрсет жарамай, мына қолың көрсет. Екеуі де факел көрсетіп тұрған аның. Қош, аяғымен көрсетші жарамай, аяғымен давай кетіп қал, аяғымен. Сен ене төрт қолмен жүресің ба? Ера! Сорлы жынды, қара былай. Қазір әпкем зомбиға айналып кетсе бар ғой, мына мылтықпен атасын, түсің ба ұста былай. Мені мынаны былай ұста. Міне, осылай атасын жарай ма міне? Міне үйсіп атасын, түсің ғой. Мені қылғындырмаған не? Жіберсі мені! Міне бұлай атасын, түсің ғой. Міне осы. Бешара, өзің атып, өзің өліп қаласың ба, не білесің? Ера! Koltuğun var var, әлем сасып кетті ғой, әлем. Әпкем тағы түкіріп ады ма не біле? Әпкем жай түкірсең не болды? Асқазаның түсіп қала ма? Сен барып көресің ба? Барып көрсең ба? Жарайды көрсең. Бір, екі, көріп, бір, екі, үш. Не істедің мен саған аяғын көр деген жоқпын ба? Басын көтерсе аяғын ұстап. Көтеріп кел. Маған не үшін барып тұрсың?
Әпкемді іздесе әпкеме барсайын. Слайм сияқтысың бар ғой. Өзің бар ғой. Қайта қарқырмады ғой. Деп. Әпке? Әпке? Зомби! Әпкем зомбиге айналып кеткен ба? Мен не істеймін енді? Мен тістеп алсам мен де зомбиге айналып кетем ғой. Телефонымда ана жақтан. Мылтықтарым, автоматтарым бәрі ана жақтан, не істеймін? Мына комнатада қамалып отырам ба енді? Әлі жүр ғой мынау коридорда. Кеткенін күтемін қазір. Қалай кетеді, сыртқа шығып, автоматтарын бәрін алып алам да, мамама звондап, әпкемді атып тастаймын. Мамам сосын мені атып тастайды ғой. Жоқ, атпаймын. Не істесем болады? Әпкем әлі зомби болып жүр ма? Әпке? Әпке? Әпкем, мені тістеп алсам, мен де зомби болып кетем ба сонда? Мамам сосын менің басым жарады ғой. Мен келгенше үй жинап қой дегем. Мамам келген кезде зомби болып жүрсем, мамам ешқандай зомбидан қорқпайды ғой. Зомбидің өзі үй жинатып қояды ғой, мен білем ғой мамамды. Қазір ше, мына пультпен ше, басын жарам бар ғой зомбидің. Папам кішкентай кезде осы пультпен басын жарды ғой менің. Әпке! Әпке! Әпке, маған бәрібір, мен аямайым сенің басыңды жара салам пультпен. Шынымен зомби болып кеткен ба? Зомби әпке? Зомби әпке? Енді не зомби қазақша билеп жүр ма? Қамажай билеп отыр ғой мынау. Кеттім, автоматтардың бәрін жинап алайын. Есігін жоқ. Есігін жоқ кетем қазір. Қорқам да мен тістеп алсам істеймін. Мойным тек тістемейді. Көтін тістеп алсын. Кеттім, автоматтарын бәрін жинап алайын. Сосын ше, бір тістін шығарайын. Мынау мен атсам, мен шашып жіберем ғой, шашып жіберем. Жоқ. Мынау мен ше, мынау мен атып көрейінші. Мынау не? Мұқтажы атпайды ғой. Не қылдым? Сені пистолет деп атып отырмын ғой мен. Түкірдің ба, не қылдың мынау не? Өзімнің мылтығыма жететін не жоқ, қарсаңдашы мен. Жолымда атамын ғой мен, мағаш. Миын шашып жіберем. Есіктің алдында тұрам осылай.
әпкемнің өлі шықпай ғой. Зомби әпке! Зомби әпке! Ойбай! Әпке, маған жолдасаң атқызбайым! Әпкем не өлмейді, зомби адамның қаншысы бар ғой. Білген мен әпкемнің бар ғой, мылтыққа өлмейтін білем ғой. Кішкентай кезде талай бесіктен құлады баспен, горшоктан құлады баспен, өлген жоқ қой ол. Ол мынаған өлмейді точно. Не істесем болады бар ғой, зомби емес. Мама звондауым керек, сұраса бар ғой, әпкем зомби болып кетті десем, мамам не салаң басын істей ма деп айтатын шығар. Звондаймын, қалайда бар ғой, маған бәрі соткам қайда. Зомбидің қасында ғой. Соткам кухняда қалып кеткен бағана. Не істеймін? Білген не істеу керектін. Әпкемнің қасынан өтірік зомби болып өтіп кетпейін ба? Солай істеймін. Мен де әпкем сияқты өтірік зомби болсам ба? Деп жаман не істеп жатыр? Қазақша біліп жатыр де? Бүйтем мен де. Әпкем желкем тістеу жүрмесін? Кеттім, өтірік зомби болам мен де. Соткам қайда кетіп қалды менің? Міне, мама звондауым керек, срочно қазір. Звондап айтайын мама. Мынау қосылмай жатыр ғой. Мен де зомбимін. Әпкем мені бар ғой, жеп қоюға сәлек қалды ғой, бір жоғаты бар ғой. Не қадеп бар ғой, аузынан қан сасып тұр ғой, кәдімгідей бар ғой. Деп бар ғой, менің қаным солай деп жүрмем мойнынан тістеп. Мама звондап айтсам қазір мамам жанын шығарып жатыр. Неғып әпкем беде кетшіп жатып қалғансың. Қақтан біздің әпкем жынды зомби болып кеткен. Не істесем ба? Әпкеммен сөйлесем айтпен. Әпкеммен қалай сөйлесем? Зомбидің тілін білмеймін ғой мен. Бүйтсем ше. Әпке, жындысың ба десем. Зомби вообще бытшыдың шығарып жүр менің тамағымнан түсіп шашын тағылап алып тастайды жүр. Жоқ. Әпкемнің бала деген переводчиктан іздемейін ба? Қандай мағына біледі зомбидің тілі? Зомбидің тілі қазақша аударып берші. Деген қандай мағына білдіреді? Бешбармақ деген сөзді білдіреді ғой. Зомби бешбармақ жейін деп жүр ма не біледі? Қаны ашқан ғой айтпақшы әпкемнің. Кеттім мен магазинге барып келем.
шығып бара жатыр ғой. Не деген ақылды зомби. Аяқ киімін киіп сыртқа шығып бара жатыр ғой. Аяғынан суық өтіп кететінін біліп тұр деймін, ә? Зомби! Есік жаппайсың ба? Үңгірде тұрасың ба? Ашық қойыңыз есікті. Бүкіл жер ашық тұрсын, терезені ашық қойыңыз. Әкем зомби емес қой. Әпке, мен түстемеш, мен сен анаңға туған анаңмын, әпке. Әпке, сен зомби болсаң да сен жаман болсаң да мен әпкеміз ғой, мен түстемеш, я. Әпке, көршінің әйелі звондап жатыр, көршінің әйелі звондап жатыр. Ана, екі баласы бар ғой, екі баласы, соның көздері жоқ екен. Біреу көзін ойып әкетіп қалған ғой. Екі баласы соқыр болып қалған ана көршінің. Соның көзін іздеп жатыр, әпке. Көршіге не деп айтамын? Алло? Әпке? Анау сіздің екі балаңыз көзін білмеймін мен. Менің түк қатысым жоқ. Көзін сонда шықып ойып әкетіп қалған ба біреу? Екі балаңызда соқыр болып қалған ба? Жарайды әпке, іздейлеріңіздер, табылып қалатын шығар, жарайды ма? Давайте. Әпкем қандай жақсы зомби болса да маған бар ғой, тамақ істеп қойыпты ғой кәдімгідей, иә? Әпке, рахмет тамақ істеп қойғаныңызға, көрейінші кәне. Мынау көршінің баласының көзі ғой. Алло, әпке, сүйінші, балаңыздың көздері табылды. Біз неге келіп алып кетіңіз, жарайды ма? Я, сүйінші. Әпкем көз жима не? Еще дәу көз жидеген ғой. Өстіп жүрейін онда мен. Әпке, қайдасың? Менің көзім китайский, мені жемеші. Зомби жипси жеп отыр ма? Зомби әпке? Не? Не болып қалды? Тоқташы. Жынсың ау, Тантай? Әпке, жаны, зомби едің ғой сен. Қандай зомби? Өмірде зомби жоқ қой. Зомби жоқ дейсің ба? Я. Қазір көреміз зомби жоқ екен. Қазір.
Men jınlamayın деген ba? Zombi. Әпке? Не? Әпке, жаңа сіз зомби болдыңыз ғой? Кумаш Алкантай? Шынымен айтайын. Не істедім мен? Әпке, не істедім деген несіз бар ғой? Бағанан бері зомби болып, ана көршінің бар ғой, екі баласының көзін жеп қойған жоқсың ба? Тосын ана жерде қазанда тұрды ғой, төртеу. Жынсың ба? Қазір көз шашың ұстады сенің. Ана екі баласының көзін ойып әкеп қалсың ғой сонда. Жынсың ба? Ол қиялың ғой. Қиял емес мен. Әпке, сіз зомби болдыңыз, мен білемін ғой. Зомби болған жоқпын. Сонда біздің үйде басқа зомби жүр ма? Білмеймін енді. Қаяқта жүрсің? Әпке, қаяқта жүрген кезде есік жоқ өтін, ашып көткен машин. Қайда жүрдің? Көрші үйге барып кеттің, не болса жаңа? Не шаруаң бар ол жақта? Үйді жинамадың ба? Әпке, мен үйді жинайын ба? Сен емес па осы үйде қыз әпке? Үнемі ауылға барсам, ауылдағы әпкем жинадым. Қалаға келсем, қаладағы әпкем жинадым. Не қатемін емеспін? Еще бар ғой, ауылдағы әпкем мені ұратым бұлшылдатты ғой. А сен ұрмайсың ғой, сен өте мейірімдісің. Тебесің ғой басына, бұлшылтқыз бар ғой. Қазір басынан тебе салайын ба? Әпке, басынан тебе салайын ба деп қанымды қайытпаш. Көршінің үйіне барып көмектестім, ана екі баласын бар ғой, көз жоқ деп жаңа жоғалтып еді ғой, соны іздеп келдік барып біз. Шын ба? Иә, мен көмектесем ғой, бүкіл адамдарға көмектесем. Ана кеше бар ғой, білесіз бе әпке? Біреу бар ғой, ауылда біреу бар ғой, ана ешегін жоғалтып алған, біреу мысығын жоғалтып алған, біреу итін жоғалтып алған. Соған көмектестім ғой табуға. Қалай көмектестің? Алло. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мурка, бұл сен ба? Мяу-мяу, мяу-мяу. Мяу. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Алло, бұл кім? Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау. Ұрғаш иттермен жүрмін. Ау. Алло. Ешак екенсің досым. Ешак. Қалай көмектескенде? Ешек жоғалтқан адамға звондадым. Қалай звондадың? Звондадым. Сосын ана жынды бейшара жынданып кетті. Ешек бас. Ешек білесің ба? Итін жоғалтқанға да көмектестім, мысығын жоғалтқан бәріне көмектестім ғой мен. Шын ба? Иә, бәріне көмектестім. Молодецсің ғой сен. Иә, мен молодецпін ғой. Енді мама айтты ғой, бәріне көмектес деп білесің ба? Иә. Не істеп тұрсың? Кетсей баладан қамышпай. Жоғал сен. Зомби күтіп тұрған жоқсың ба? Жынсың ба? Қандай зомби? Қандай зомби болушы еді әпке? Кәдімгідей зомбида мен білем ғой, біздің үйде зомби бар екен. Шөлдеп кеттім бар ғой. Су ішкеннен келіп тұр ғой кәдімгідей. Ана көршінің екі баласының көзін іздеп таппай қойды ғой. Еш ол екеуі де өзінің көзін іздеп жүр. Бірақ ол көзі қалай іздеп жүр? Көз жоқ. Басымда ауырып жатыр. Не білемін, қолым шығып жатыр. Ой. Кеттім, бет қолым жуып келе алмайсың. Қарным ашып кетті болды ғой. Зомбидің көз шықты ма? Әпке? Әпке? Жаңа зомбидің дыбысы шықты ғой. Қазір тағы зомби болып кетсем не істеймін әпкем? Әпке! Сен кім ешіп жатыр?
Әпке? Әпке? Әпкем жоқ. Жаңа ғана зомби болып жүреді ғой. Не бәле? Шайтан зомби ма? Иә. Зомбилар жарықта жүрмейді ғой, қараңғыда жүреді ғой. Қай комнатаның есігінің асты қараңғы. Үш комнатаның есігі де қараңғы ғой. Қазір атып шығып мен тістеп алсам не істеймін? Әпкемді емдейтін жол іздеуім керек. Әпкемді зомбидан емдеп алуым керек. Не істеймін мен? Ерасыл, Санжик! Ера, әпкем бар ғой, зомбидан емдеп алу керек. Әйтпесе, мамам десе бар ғой, мен жаным шығады, маған айтқан ғой. Әпкеңе қарап жүр, әпкең сені ұрса да үндеме деп сөйтіп жүрген ғой. Өйткені ол сен туған әпкең сені ұруға құқысы бар деп жүрген. Сонда мен не жоқпын ба осы үйде жүрген? Қарашы, ютубтан іздейміз қазір ғой, зомбидан қалай емдеп алуға болады деп. Мені қараңдар. Білдім, Санжик, Ерам. Короче бар ғой, әпкемнен үстеу бар ғой, су шашу керек екен ғой. Шелектеп емес, су шашатын пістіріппен атам оны бар ғой. Сөйтіп жазып алғам мен. Кеттім бар ғой. Сен еді барасына ма, атасына сен де? Сен бейшара ғой, ұйқыдан басқарды білмейсің ғой, ұйықташы. Адам маңыз, қақта, мін тұр ғой. Осыған құйып алам мен бар ғой. Суды осыған құйып алды атам. Кеттім. Қазір ше? Все, әпкеме көмектесем мен. Әпкемді құтқарам. Әпке, мен сені құтқарам қазір. Зомби бас. Әпке, бері қарай шық. Сен еш нәрседен қорқпайтын батыр едің ғой. Зомби әпке. Менің әпкем батыр ғой. Бұтын атышып жатыр ғой. Менің әпкемнің басы бас емес. Оның басы үйдің үстіндегі шатыр ғой. Әпке, мен келетім саған көмектесуге. Қайда? Туалеттің ішіне шығады ғой дұрыс. Құрметті достар, осы киномыз 100 000 просмотр жинаса, келесі 50-ші сезонын сол күні шығаратын боламыз. Олай болса, дәл қазір осы киноға комментарий жазып, лайк басып, барлық достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Кім достарымен бөлісті, комментарийге мен бөлістім деп жазып кетуді ұмытпаңыздар.